Түрмедегі ер адам тарақанды көріп қалды. Әдеттегі адам бұған мән бермеуі мүмкін еді. Бірақ IQ деңгейі жоғары Фрэнк үшін бұл жәнді түрменің тым ескі екенін білдірді. Түрме аралда орналасқандықтан ылғал ауа цементті мүжіп, ал тұздың әсерінен металды тот басқан. Бұл оның туннель қазып, қашып шығуына таптырмас мүмкіндік туғызады. Таңғаларлығы, Фрэнк ең алғашқыда бұл үшін тырнақ алатын қысқышты пайдаланды. Түрме бастығы өзіне қоқан лоқы көрсетіп жатқан сәтте, ол бастықтың кабинетінен тырнақ алғышты білдіртпей алып кеткен болатын. Осы құралдың көмегімен ол шынымен де ақырындап қабырғаны қаза бастайды. Түнде ол қабырғаны үңгісе, бірге отырған камераласы күзетшілер келіп қалмау үшін жан-жақты жіті бақылап отырды. Күзетшілер жақындағанда серігі ескерту жасап ысқыратын. Алайда көп ұзамай тырнақ алғыш жарамсыз болып қалғандықтан құралды ауыстыру қажеттілігі туды. Түскі ас ішіп отырғанда ол қабырғаны қазу үшін қасықты пайдалануға болатынын түсінеді. Бірақ тамақтанып болған соң қасықты қайтару керек еді. Сол сәтте Фрэнк қасықтың басын аяқ киімінің табанына икеп бүлдіріп тастады да күзетшіге барып жаңа қасық сұрады. Сонымен қатар серігінен күзетшілердің назарын басқа жаққа аударуды өтінеді. Сырт көзге Фрэнк тек бір ғана қасық ұстап тұрғандай көрінгенімен, іс жүзінде оның қолында екі қасық бар еді.